Құрметті оқырмандар, алдарыңызда бір ел бір кітап акциясы, кітап көрмесі. Кітап көрменің бірінші сөресінде бір ел бір кітап акциясының хронологиясы мен эмблемасы жайпақ баспалы және бедерлі графикалық нұсқада берілген. Екінші сөреде биылғы жұмыс жоба аясында шығармалары жалпы халықтық оқылымға ұсынылған ақын, жазушы, әдебиеттанушы Тәкен Әлімқұлов туралы сыншы халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Сайлаубек Жұмабектің мына бір нақыл сөзінен басталады. Тәкен Әлімқұлов өзіндік стилі бар, салиқалы жазушыларымыздың бірі. Оның жазғандары біріне бірі ұқсамайтын алуан сырлы, қиын, күрделі дүниелер. Әрі қарай жазушының кітапханамыздың қорындағы кітаптарымен жалғасады. Арнаулы кітапхананың дыбыс жазу студиясында биылғы жылы дыбыстандырылған Замана екпіні романы аудио кітабы дыбыстандырған Айдар Жарылғапов. Жалпы уақыты 7 сағат 30 минутты құрайды. Сондай-ақ жайпақ баспалы қаріптер 1999 жылы Елорда баспасынан жарық көрген Сейтек Сарыны кітабы. Кітап келесі сөреде акция аясында оқылымға ұсынылған ақынның поэмалар жинағы кітабы. Кітапқа Қыран қия, Ақ көгершін, Тамыр мен жапырақ атты ақынның 3 поэмасы енгізілген. Бұл уақыты 10 сағат 43 минутты құрайтын таңдамалы шығармалар және жалпы уақыты 12 сағат 23 минутты құрайтын толық шығармалар жинағы аудио кітаптары да бар. 2006 жылы білім баспасынан шыққан ақынның қызы Саида Жұмекенқызы Нәжмеденова құрастырған Жұмекеннің жүрегі естеліктер кітабы. Кітап 3 бөлімнен тұрады. Келесі кітап Алмас Ахметбекұлының Жұмекеннен 100 өлең әдеби сын кітабы. Кітапқа автордың Жұмекен поэзиясына талдау жасаған ауқымды еңбегі арқау болған. Ақын Әбділда Тәжібаевтың Жұмекен поэзиясы біздің ұлттық мақтанышымыз, біздің елді ашылар алтын сандығымыздың бірі. Ешкімге ұқсамайтын ақынның әрбір шумағы тың қазыналар деген сүбелі сөзі де сөреден орын алған. Құрметті оқырмандар, бір ел бір кітап акциясы бойынша жасақталған кітап көрмемізден Тәкен Әлімқұловтың Жұмекен Нәжмеденовтің кітаптарын оқуға, шығармашылықтарымен танысуға шақырамыз.